Марат Карбайұлы Барманқұлов алғашқы отандық тележурналист. Телевизиялық тележурналистика теориясының негізін қалаушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Евразия халықаралық экономикалық академиясының вице-президенті, Қазақстан журналистер одағының хатшысы. Қазақ телевизиясында 1959 жылдан қызмет етіп, алғашқы циклдық хабарлардың авторы, телерепортер, телекомментатор ретінде танылды. 1965 жылдан бастап Қазақ ұлттық университетіндегі еңбек жолы басталды. Бұл қара шаңырақта кафедра ассистентінен профессорлыққа дейін көтерілді. Журналистика факультетінің күндізгі және сырттай бөлімдерін деканы болып қызмет етті. 1991 жылы Казахстанская правда газеті бас редакторының орынбасары болып істеді. Журналистика және ұлт тарихы тақырыбында жазылған 20-дан астам еңбегі жарық көрді. Журналистика тақырыбына жазған ғылыми теориялық еңбектері әлем елдері журналистерінің күнделікті бас алмай оқитын сүйікті кітабына айналды. А кукарача, крутая арба! Я вспоминаю совсем 20-летней давности словарь, малый энциклопедический советский словарь. Там написано, что казахи обрели свою письменность в конце 19 века. И как ни странно, но жизнь пошла так, что именно историей я занялся. Именно историей тюрков. Все-таки надо чувствовать себя на своем месте. Если ты таким будешь чувствовать себя на своем месте, то никогда не будешь задирать нос и никогда не станешь для людей плохим человеком. Мне когда было 15 лет, Марат Барманқұлов түркітанушы, ислам зерттеушісі, мәдениет танушы, философ, филолог-лингвист болып кете барады. Оның ендігі ғұмыры осы еңбектерде жатыр. Тәуелсіздік алған тұста дүниеге келген түркі әлемі, алтын әйел, аққудың мұрагерлері, хан Иван соның айғағы. Если где-то есть какой-то сногсшибательный, интересный факт, я стараюсь обязательно указать источник, откуда он почерпнут. Профессор Барманқұловтың ғылыми дүниетанымының көкжиегі 8 қырлы, 1 сырлы, ұшы қиыры жоқ ұлан ғайыр дүние. Listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl, girl. Не надо бороться с врагами, это только идти вперед. Пусть они борются с вами, пусть они догоняют и хотят с вами что-нибудь сделать. Только вперед, никаких сил не надо. Ұлы дала перзенті, марқұм Марат Карбайұлы Барманқұлов рухына. Ұлы дала ұлылардан кендемес, ұлы рухтар көкте ұшып, жүр жерде емес. Ұлы дала төсінде жүр ойқастап, болын-болын сияқтанып кейде елес. Ыстық еді туған жердің әр қыры, ыстық еді бораны мен жаңбыры. Өз тұсында ауыр еді жұрт білер, профессор Марат аға тағдыры. Бір кездері күнде туған онынан, бір кездері айда туған солынан, халық танкин оның текті әкесі, жер жастанған қызылдардың қолынан. Ол ер жетті, сүйіп ұлтты қазағын, ұлт
тегіне аударғанды назарын, осылайша тумай жатып жас Марат, бұл тағдырдың тартқан талай азабын. Басып өтті ол небір ауыр жолдарды, мазалаған қалың ойлар орманды. Халық әкесі, халық жауы болған соң, біздің мәкен Барманқұлов болғанды. Осылайша бұл азамат тағдырлы, ұстаз болды, ғалым болды сан қырлы. Ойға батып тұрушы еді олынша, кештерінде Алматының жаңбырлы. Ғылымшыны соған талмай өрлеген, осы жолда шаршап талып терілеген. Журналистік мамандығымен қоса, тарихқа да талай қалам тербеген. Ол белгісіз ғалым жолы болды ма, ол белгісіз асып-тасып толды ма. Профессор Марат Кәрібайұлы қалдырғанды ұрпағына мол мұра. Бұл дарман ғой, туар мекен ондай күн, бұл тағдырдан өтер дейсін тонбай кім. Білген қазақ ұлт перзенді мәкенді ешқашанда ұмытпас деп ойлаймын.